Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Назерке. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Оразаға міндетті түрде ауызашарға осындай 20 минутта дайын болатын қаттама нанды міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді бісміллә деп мен сіздерге қамырының жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен көрсетілген грамм бойынша жылы суымызды және 1 шай қасық тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, електен өткізілген ұнымыздың барлығын қосып, жұмсақтау қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз сәл жұмсақтау болуы керек, қатты қылып қоймаңыздар. Қатты болса жаю барысында сәл қиналып қаласыздар. Жұмсақтау болса өте оңай әрі тез жайылатын болады. Қамырымыз тынығу үшін шамамен 5 минутқа қойып қойыңыздар. Қамыр өзі демалуы керек. Міндетті түрде бетін пакетпен жауып немесе таза ыдыспен жауып қойып қойыңыздар. 5 минут өткеннен кейін қамырымызды алып уже пайдаланып бастаймыз. Дәл мен көрсетілген грамм бойынша жасасаңыздар, сіздерден 2 қаттама шығады. Көп жасасаңыздар 2-ге 3-ге көбейтіп жасай беруге болады. Қамырымызға жұқа етіп ұнымызды сеуіп, жақсылап тұрып жаятын боламыз. Қатты жұқалау болғаны өте жақсы, қалың қылып қоймаңыздар. Және де бетіне ертілген кез келген сары майды жағамыз. Щедрое лето, крестьянский май болса да бола береді. Ең бастысы 72% май болса болды. Және майды жағатын кезде міндетті түрде осындай қолдарыңызға перчатка немесе жай қолдарыңызбен жағыңыздар. Яғни қолмен жақсаңыздар барлық шетіне тиетін болады. Өте жұқа қылып жағыңыздар, қатты былшылдатып жібермеңіздер, себебі бұл майда пісетін болғандықтан ортасына жағатын майды қатты көп қылуға болмайды. Жағып болғаннан кейін осылай рулет сияқты созып, орау барысын қараңыздар. Дәл видеодағыдай бір-біріне орайтын боламыз. Сол кезде қамырдың қатпары әдемі болып шығатын болады. Бұл қамыр қазір қолдарыңызға мүлде жабыспайды. Мүлде ұнды қажет етпейді дәл қазіргі таңда. Қамырды жаю барысында мүлде ұн сеппесеңіздер де болады. Холодильникке кемінде 10 минутқа салып қойыңыздар. 10 минутта міндетті түрде морозильникте тұрғаны жақсы. Және 10 минут өткеннен кейін ешқандай ұн сеппей жақсылап тұрып қолымызбен бірінші созғылап, содан кейін оқтаудың көмегімен домалақ пішінге келтіріп жаятын боламыз. Қатты жұқа қылмаңыздар, орташа қалыңдықта. Және қызып тұрған 2 ас қасық, яғни майда жақсылап тұрып қуырып пісіріп алатын боламыз жай отта. Бірақ майды бас кезінде қыздырып алыңыздар. Одан кейін барып оттың астын басыңыздар. Және міндетті түрде қолдарыңызбен ортасынан дәл осы видеодағыдай толыққанды пісіріп аласыздар. Қақпаған жауып қоюды да ұмытпаңыздар. 2 бетін аударып, қып-қызылығып әдемі болып толықтай пісіп шығады. Достар, егер менің осы видеом ұнаған болса, немесе менің каналым сіздерге ұнаған болса, каналыма жазылып, осы каналдың ары қарай дамуына үлес қосып, өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді достарыңызбен, әпкелеріңізбен, аналарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ораза айы баршаңызға қабыл болсын, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Және мені тұрақты қарайтын көрермендеріме алғысым шексіз. Дәл осы видеоның астында подписация батырмасын бассаңыздар, каналыма тіркеле аласыздар. Міндетті түрде осы қаттаманы жасап көріңіздер. Ас болсын.